Біз әрі қарай жалғастырамыз, құрметті көрермен, және де шымылдықты жабамыз. Бұл жолы үміткердің таңдауы кімге түсті? Айдана, тағы Барыс, Расул, Аида, Саддәулет дейді, Зарина деп жатыр. Үміткердің таңдауы Жансая. Жансая, қалайсыз? Қалыңыз қалай? Ой, Бауырса ханым, Күтпеген сияқтысыз, бірақ. Мүлдем күтпедім. Жоқ, негізі күтіп отырамын ғой, бірақ енді тап бүгін маған ерекше үміткер келеді деп ойлаған жоқпын. Құлпырып тұрсыз. Өте әдемі болып тұрсыз. Қобалжып, уайымдап, ұшып шықтыңыз. Жансая, бағана бір өзі киімін айтып жатқан, мен бір киім күшті, бір тиктокта бір видео хит болып жатыр да, сондай болып тұрмын деп, соны жасашы, мен саған айтамын кетті ал. Камион. Көрейік. Айтсай, камион. Жалғастырыңыз. Бәріміз тиктокпен. Камион екен ғой, мен не дедім, ал жарайды. Бәрібір сияқты, сол ешкім білмейді қандай сөз екенін. Дайынсыз ба? Шақырамыз ба? Ой, әрине, дайынмын, иә. Жақсы, ендеше Жансаяның үміткері, келіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн, есіміңіз? Есімім Нұркен. Нұркен. Жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. 20-да сіз. Қай жақтың тумасысыз? Тараз қаласынан. Тараздан келіп тұр енді сіз үшін. Ал неге Жансая? Қай қылығын ұнаттыңыз? Енді бір көргеннен ұнатып қалатындай қасиеттер байқадым. Сондықтан көп ойланбастан келуді жөн көрдім. Жансая, сұрақтар? Қош келдіңіз, Нұркен, иә? Қош көрдік, иә? Енді екеуміздің жас айырмашылығымыз 10 жас екен, 11 жас тіпті. Оған қалай қарайсыз? Махаббат жасқа қарамайды дейді. Ал үйдегілеріңіз біледі ма маған мен Иә. осы жерге келгеніңізді? Барлығын біледі, барлығына дайын болып келдік. Тамаша. Мен енді мінсіз қыз екенімді білем, бірақ қай нақты қырларымды ұнатып келдіңіз? Нақты қырлар кішкене қобал. Келбетім деген сияқты Уайымдамаңыз, мінезім. иә. Қолдап жіберіңіздер, қатысушылар. Негізі мінсіз, бірақ қайсысы, дәл қайсысы қырын ұнаттыңыз? Ақ көңілдігі, сұлулығы бір. Мінсіз, иә, бір сөзбен айтқанша. Мінсіз дейді. Тамаша. Отбасы жайлы толықтай айтып кетсеңіз, ата-анаңыз бар ма, бауырларыңыз бар ма? Ата-анам бар, иә. Бауырларым да бар. Қанша? 4 бала үйде. 4 ұл, иә? 4 ұл. Сіз? Екінші. Жақсы, күшті. Немен айналысасыз? Мамандығыңыз қандай деген сияқты? Жансая, сіздің отбасыңызда Менің отбасында 4 қыз. Мен 4 қызсыздар. Мен үшінші. Мен айтишник болып жұмыс жасаймын, IT саласында. Тұрақты жұмысыңыз бар ғой, иә? Тұрақты жұмыс бар, IT саласында. Ал табысыңыз? Табысым 250-300 мыңның үстінде. Қазір Тараз қаласында тұрасыз ба, әлде осы Алматыда жұмыс жасайсыз ба? Алматыда. Жансая, бүйтіп есептедіңіз ба, аспанға қарап? Айлығым уже примерно распределять етіп. Ойымда жұмсап тастадым дейсіз. Ком услуги, ладно. Сонымен, иә, тамаша. Сұрақ керек па, көмек керек па сізге? Алып қалдым. Кірсек, обочинадан кірсек. Ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Өте бір жақсы жігіт келіп отқан сияқты. Енді айтишниктар негізі Бауырса ханым жақсы табады.
өте жақсы табады. Енді бастапқыда енді 300 мыңнан бастап жақсы Жаңа мақта, басталып кетеді. солай басталады деп естігем. Өйткені достарым бар да, IT саласында жұмыс жасайтын, өте жақсы табады жалпы. Осындай сұрақ болып тұр саған бауырым. Енді алдыңғы ара қатынастарың өзіңнен кіші болды ма қыздар, әлде тоже үлкен жастағы қыздармен сөйлескен ұнай ма деген сияқты ғой? Ондай көп болған емес, енді кішіден үлкеннен, бірақ 10 жасқа дейін болған емес. Болған жоқ, Иә, 10 жас, енді жас аралығы бірінші рет сөйлесіп көрейін деп жатсың, Иә. Өзіңе жалпы қиындық тудырмайды деп ойламайсың ба солай? Жоқ деп ойлаймын. Барлығы жағынан өзің Дайын болып келдім. Дайын болып. Нұркенге бір Нұркен, қош келдің. Қош бір көрдік. сұрақ ренжімесең барыс. Негізі енді мен жасым 31-де отырып емес, кәдімгідей плотно жатып қалған қыздардың бірімін ғой. Енді мен асығыспын. Тұрмысқа шығуға мен асығыспын. Сіз қанша уақытта үйленуге дайынсыз? Бүгін десеңіз, бүгін кете береміз Таразға. Негізі, мен сұрағым қойып кетсем. Иә. Штаба Нұркен қош келдіңіз. Нұркен кіргелі бір кісілерін, ачы киген кісілерін түрде өзгеріп кетті ғой, қарылас жаңбыр жауып жатыр қабағынан. Нұркен, саған сұрағым, сен негізі отбасыда мысалы жігіт қыздың арасында доминант болған ұнай ма? Әлде бүйтіп бересі қыздың ығырына жығылған ұнай ма? Негізі не үшін мен бұл сұрақты қойып жатырмын? Өйткені отношенияда біздің Жансая доминировать еткен жақсы көреді. Сен бүйтпе, отыр, тұр. Бұған түгі ұнамайды. Отырсаң неғып отыра бересің, тұрсаң неғып тұра бересің деген сияқты. Сол себептен мен ойлаймын, қалықтап тұру керек па? Егер отношенияларың бір жалғасып жатса, сізге бір қалықтап тұру керек сияқты болады постоянно. Или болмаса бұл кісі тоқтата салатын әдеті бар. Оны енді қазір нақты айта алмаймын, уақытқа қарай көре жатамыз. Балаусахан, мен негізі өзім мінезімді білемін. Егер мен шын ғашық болсам, мен кәдімгідей полностью үйелем, мысық болып қалам десем болады. Жоқ, Балауса ханым жаңағы доминировать деген нәрсені айтып жатыр ғой. Негізі олай емес, ол бірақ көбінісіне сөйтіп көрінетін шығар. Бірақ та Жансаяда мынандай нәрседе, ол қасында жүрген еркектің кішкене бір минусын көре ма, соны түзеуге керісінше тырысады. Мысалы, ол не то бір нәрсе істеп тұрса, соны жоқ, былай емес, сен былай істеу керек едің деген сияқты бір сондай направление көрсететін сияқты, бірақ оның көбісі андай доминант болғысы келеді деген сияқты көп сөйтіп қабылдайды да. Бірақ та көп жерде мысалы бізде анандайда негізі Жансая өзі жас жігіттерге сәл-пәл бүйтіп басып кететіні бар. Енді сәл-пәл емес, біраз басып кететін негізінде. Өзінен жастыға қарағанда, өзінен жасы үлкендерге қарағанда, жас балаларға кішкене бір милфа болатындай бар-ау деп ойлап тұрмын да мен. Сол жағынан бір сұрағым келіп тұр сізден. Жалпы қашаннан бері сіз енді анандай болады ғой, өзінен жасы үлкен қыздарға қызығушылығыңызды қалай байқадыңыз? Қыздар, артық кетпейік, сөздік Ол қалжың ғой Балауса ханым, мен ондай Неге ондай қалжың болмайды ғой? Жоқ, біз Жансая екеуміздің арамызда сондай қалжың болады, соны айтқам ғой, ондай қатты былай Ол емес. сөзді енді ондай кезде пайдаланбайтын сияқты, қойыңыздаршы тіпті. Жарайды, Балауса Негізі ханым. Балауса ханым, қыздар үйстіп жабады ғой, бағанағы доминация дегенді Аида айтып жатыр ғой, мысалы, ақырын бұрыса қателерін түзегісі келеді деген сияқты. Ол бір қатты қате деп ойламаймын. Ер адам егер өзінің басы болатын болса, нақты сөздерін, оны бір қатеге әкеліп, бір доминация емес, үйстіп жай ғана түзегісі келеді деп жауып жіберіп жатыр да, оны нақты доминация деп айтылады ол. Барыс, маған просто мысы бар жігіт керек. Ал мен өзімнің қасымдағы жүрген, таңсықта жүрген ер азаматым мысы менен төмен екенін мен байқасам, мен оны түсіріп тастаймын. Балауса ханымна жақта. Жүрдің ғой бұлаған дейінде мысы бар жігіттердің. Кім айтты Бүжайдың мысы жоқ деп, Дәулеттің мысы жоқ деген. Мен үшін, мен таңсықта болған адамдардың біреуінде мысы жоқ. Рахмет Жансая. Негізі Балауса ханым былай айтып беріп отқаны, негізінде Айгерімге сөз бергім келіп отыр, енді қыз баласы ғой. Рахмет. Балауса ханым, қош келдіңіз деп айтқым келіп отыр үміткерге. Енді бірақ бағанадан бері айтып жатсыз ғой, ата-анам қарсы болмады деп. Бірақ енді анаңыздың реакциясы қалай болды 31-де қызға бара жатқаныңызды білгенде? Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Жансая біздің өнердің қызы, актерский жағынан да өте дамып келе жатқан қыздың қатарынан. Сол себептен әр қалаға барып, сөйтіп жүретіні бар. Соған қалай қарайсыз өзіңіз жалпы? Бірінші сұрағыңызға жауап бере кетейін. Анам басында алғашында әрине таң қалды. Бірден ондай нәрсені күткен жоқ. Бірақ өз еркің, өз қалауың деп рұқсатын берді. Екінші сұрақ, актерлық шеберлігін көріп жүрмін, спектакльдардан байқап. Және де оған қатты қарсылық танытпаймын. Өз орнымен болады. Ал егер ертең күні мен басқа қалаларға гастрольмен кетсем, проекттер басқа қалаларда болса, оған қалай қарайсыз, жібересіз ба? Смотря қай қалаларға? Мысалы Астанаға кетсем, Көкшетауға кетсем. Баруға болмайтын қалалардың тізімі бар ма сізде? Нақты бір тізім жоқ енді. Қатты алыс емес дегенім ғой. Қатты алыс емес.
Ол саған? Жақын қалаларға жібересіз, иә? Негізінен Жансаядан сұрағым келіп отыр. Жарайды, әділет сөйлесін. Рахмет, Әлішер бауырым. Мен Негізі мен Жансаямен жақсы әзілдесемін ғой, енді алдын айтып жүрді. Мен сені как інімдей көремін, жақсы көремін дейді да. Кеше соткасынан қарап едім, ана өлең тыңдап жүрді. Қайта жүр дегенде жүр, тұр дегенде тұр дей ма, сондай өлеңді қатты тыңдайды. Мен соны бір мысы бар жігіттерге арнады ау деймін, білмеймін. Қош келдің, Нұркен. Security. Иә, түріңе қарасам енді Бөжайдың 3 айлығына ұқсап тұрсың енді. Қалай? Бөжайдың 3 айлығына өте жас көрінеді екенсің да, енді Жансаяға. 20 жастамын ғой енді. Изатқа? 20 жастамын. Иә, әрине енді бұл Жансаяға аузынан сүт кетпеген жігіт жараса ма, жараспай ма білмеймін. Қош келдің сонда да, немесе мені агрессия айтып келіп тұрған жоқ. Жалпы не айтқысы келді, мен вообще түсінбедім. Қазір сұрағыңызды қоясыз, Жансая қабылдай ма, қабылдамай ма, шымылдық ашыла ма, жоқ па, барлығын жарнамадан кейін бірге білеміз.